Ал Шымкентте жалған кәсіпкерлікпен айналысып, мемлекетке миллиардтаған шығын келтірген қылмыстық топқа қатысты сот үкімі шықты. Олардың арасында облыстық салық департаменті басшысының бұрынғы орынбасары да бар. Естеріңізге сала кетейік, қаржы полициясы 13 адамнан тұратын топтың қаржылық қылмысын әшкере еткен болатын. Аталмыш топ 14 жыл бойына бірнеше жалған фирма құрып, салықтан жалтарған. Салдарынан мемлекет қоржынына 18 миллиард теңгеден астам қаржы түспей қалған. Олардың жымысқы әрекеттерін жүзеге асыруға салық қызметкері қамқорлық жасап келген. 7 айға созылған сот отырысы кезінде 375 томнан тұратын қылмыстық іс қаралып, жүздеген куәгерден жауап алынды. Сот ұйымдасқан қылмыстық топ серкесі және салық департаменті басшысының бұрынғы орынбасарын 8 жыл 6 айға бас бостандығынан айырды. Топтың белсенді 4 мүшесі 6 жылдан жаза арқалады. Тағы 4 айыпталушы 5 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Тағы екеуіне бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалғанымен рақымшылық заңына ілігіп кетті. Ал қалған біреуіне прокурорлар тағылған айыптан бас тартуына байланысты оған қатысты іс қысқарған. Азимут қаласындағы адамдар, олар бухгалтерлер, кассирлер, яғни осындай мәмілелерді дайындап берген, жалған счет фактуралар жасаған. Одан бөлек банкіге барып, қолма-қол ақшасын алған, ақшасын алып, басқа кәсіпкерлерге берген. Яғни обналичка жасағанда.